Өзім куә болған бір оқиғаны айта кетейін. 1960-62 жылдары Хрущев Қытаймен арадағы шекараны ашып жіберіп, талай қазақты квотасыз, құжатсыз көшіріп алып, көзсіз ерлікке барды емес пе? Осы қазақтар дінімізді, ділімізді, мәдениетімізді, ұлттық қасиетімізді қайта алып келіп, солып бара жатқан қазақ қайта көктеді. Қой бағып елдің де өздерінде тұрмыс жағдайларын түседі. Олар көшіп келгенде бұттарында көктембалдан басқа дымы да болған жоқ қой. Олар жоқтан бар жасады. Біраз жыл өткеннен кейін осы ағайындымыз жергілікті қазақтан тұрмыс, рухани даму жағынан да көш ілгерілеп кетіп қалды. Себебі еңбекқор. Кеңес үкіметінің құйтыртқы саясаты бір қазақты жергілік және Қытай шық деп екіге жіктеп араларынан білдірмей шоқ тастап қоятын. 1955 жылы алғаш құжатмен өткен қазақтар басым бөлігі осы кітап авторының нағашылары. Нағашыларым Қаракерей Найман елінің байыз тайпасының Тумай елінің ішінде Құдас деген ру, жауынгер, тентек, жүрек жұтқан ел. 1955-56 жылдары тың көтереміз деген желеумен Ресей түрмесінде жатқан қылмыскерлер, көшеде жүрген бұзықтар, тағы басқа адамдардың бұзылған қалдықтарын, топтарын отарлау саясатын жүргізе отырып, Қазақстанға қаптатып, өргізіп жіберді. Келімсек неше түрлі ұлт өкілдерінің қоқыр-соқырлары, басбұзар тентектері, қылмыскерлері біздің ауылға да қаптап кетті. Қазақтарға қырындап қарап, есіктен сығаламай жатып, төрменікі деп жауша тиіп, есікті теуіп кірді. Негізі орыс пен украин бұларға соғыс кезіне жер ауып келген шешен жастары қосылып, жергілікті қазаққа күн көрсетпеді. Әлі есімде, кішкентай бала күнім, Үржарда орталық саяжайда үлкен мереке болды. Ауылдың бар баласы осындамыз. Ұмытпасам, бұл 1956 жыл. Қазақстанның 30 жылдығы. Көбіміз нағашыларымыздың аттарына мінгесіп барғанбыз. Олар қылшылдап тұрған аттың құлағында ойнайтын шабандос жас жігіттер. Шетінен жау жүрек қызбағанды көкпаршылар. Мыңдаған ішіп алған орыстар, хахолдар, шешендер әдеттегідей қазақтарды сабай бастады. Қытайдан келген қазақтарды әлі жөнді білмейді. Бір уақытта Шыңғожа деген тума баласының соғыс ұраны жер жаңғыртты. Орталық саяжайда атқа мініп, тойды қызықтап жүрген жігіттер дереу 40-50 шақтысы әскери тәртіппен бір жерге топтала қалды. Кейбіреулерінің қолдарында дырау қамшы жоқтар үзеңгілерін ағытты. Енді біреулері ағаштан сойыл жасап алды. Онынан топқа бөлініп түгелдей атқа қонды. Ұлы даланың көшпенділерінің қаһарман жау жүрек жауынгер ұрпақтары майданды бастады. Онынан лекке бөлінген дала соғысы амалын жетік білетін атты жасақ өңшең көкпаршылар. Көздері шоқтай жанып, теңіздегі жарға соққан толқындай лег-легімен орыстарға, украиндерге, шешендерге қырғидай тиіп жамсатып салды. Артқы лег ат ойлап, шыңғожалап ұрандап тигенде алдыңғы лег қайта айналып толассыз құйылып отырды. Аттың бауырына салып, еркек кіндіктілерін қан жоса қылып, естерін жиғызбай сабады. Бет ауыздарың дал-дұлы шыққан, бастары жарылып, аяқ-қолдары сынған. Көйлектері қанға малшынған, олар төрт тағандап, тоңқаңдап қашты. Бұттарына тышқызып, бұта-бұтаның түбінде тырқырата қуып жүріп сабады. Ат тұяғымен таптады. Сыбағадан бірде-біреуін құр қалдырмады. Аяуды білмеді. Сабағанда жай сабап қана қойған жоқ. Ерекше өшпенділікпен, жігермен, шабытпен, шаттықпен, құлшыныспен сабады. Себебі аталарының әкелерін кегін алды. Бұлардың бәрі 1920-30-32 жылдарда Науалда туған балдар еді. Бұл кеуделерін көтеріп жүрген басқа ұлт өкілдеріне, ұлы халыққа соңғы демдер таусылғанша ұмытылмайтын өмірлік сабақ болды. Олардың еңселерін езіп, қайта бас көтертпей, жындарын әп-сәтте қағып, бұқтырып, бір жолата тұншықтырып тастады. Осыдан кейін олар құйрықтарын қысып, ауыздағындағы сөздерін абайлап сөйлеп, тәуелеріне түсті. Қазақ аюға да намаз үйреткен таяқ деп бекер айтпаса керек. Қазақ көтерілмесін деңіз.